Assalamualaikum o'quvchilar. Bugungi o'rnalashib olgan bo'lsak, o'tgan taqdirda bizlar bala huquqlari taqririni o'tdi. Sol bo'yicha qaytaroq so'rovlarni qo'yadigan bo'lsam, har bir so'rovga bir ball berilib, bizga bag'lab, prosta javoblarimiz orqali yurgiziladigan bo'ladi. Birinchi so'roq: bala qasdi masalalar necha yoshdan boshlab balani kelsa o'tirib yuzaga asiradi? Aylanib 10 yoshdan boshlab durust bir ball. Және отбасы, балалар қандай заңнамалар келеді? Жасайгерім? Дұрыс, бір бал. Мектепте кең тараған құқық бұзушылықтардың түрі. Үшінші топ. Құқық бұзушылықтың балаға сөз айтуы деген сияқты. Жақсы, мадияр, дұрыс. Алимент дегеніміз не? Үнжу. Егер ажырасқан болса, оның ер адамы балаға ақша төлеуі. Қаржы төлеуі. Жақсы, дұрыс. Отырады. Бір бала үшін алимент мөлшері. 4-тен 1 дұрыс. Екі бала үшін алимент мөлшері 3-тен 1 дұрыс. Кәмелетке толмаған балалар үшін кім жауап береді? Бірінші топ. Айым оны кім жауап береді? Ата-анасы немесе заңды өкілдері. Дұрыс. Ата-анасы немесе заңды өкілдері жауап береді. Ең соңғы баланың мектептегі міндеттері қандай оқушылар? Білім алу, мектеп себепсіз кеш қалмауы. Дұрыс. Яғни сіздерге қазір проста жауабымыз арқылы бір балдарыңызды қойып отырамын. Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері дәптерлеріңізге жазып ала қойып, бүгінгі сабақ мақсаты әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері мен белгілерін анықтау. Құқықтық жайғалықтарды талдау арқылы әкімшілік жауапкершілік түрлерін және оларды қолдану тәртібін түсіндіру. Дәптерлеріңізге тезірек жазып ала қойып. Құқықтық нормаларды бұзған үшін әкімшілік жауапкершілік тағайындалады. Енді бұл әкімшілік құқық бұзушылық дегеніміз не? Бұл жеке тұлғаның құқыққа қарсы кінәлі әрекеті немесе әрекетсіздігі. Бізде әкімшілік құқық бұзушылықтар кодекс 2014 жылы 5 шілдеде қабылданды. Яғни осы кодекстің ішінде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жеке тұлғаға қолданатын шаралар, жаза түрлері барлығы осы әкімшілік кодексте көрсетілген. Бұл әкімшілік жауапкершілікке жалпы 16 жастан толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлғалар тартылады. Әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстық құқық бұзушылықтың салыстырғанда қоғамға айтарлықтай зиян келтірмейді. Яғни оның қоғамға қауіпті белгілері жоқ. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық қылмыстық құқық бұзушылықпен салыстырғанда адамдарға зиян келтірмейді. Яғни мысал келтіретін болсақ, әкімшілік құқық бұзушылық бұл адамның өміріне, денсаулығына зиян келтірмейді, немесе мемлекеттің тәуелсіздігіне, егемендігіне зиян келтірмейді. Тек қана бұда айыппұл салу, ескерту, заңды түсіндіру, әкімшілік қамаққа алу түріндегі жазалар көзделеді. Ал қылмыстық құқық бұзушылықта бұл адамның өміріне, денсаулығына айтарлықтай зиян келтіреді. Сонымен қатар елдің егемендігіне, тәуелсіздігіне зиян келтіруі мүмкін. Бұл үшін үлкен мөлшерде айыппұл салу немесе бас бостандығынан айыру түріндегі жазалар көзделеді. Объективті жағы, субъектісі және субъективті жағы. Қылмыстық әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі дегеніміз бұл ақыл-есі дұрыс 16 жасқа толған жеке тұлға. Ал объектісі дегеніміз әкімшілік құқық бұзушылық неге бағытталып тұр? Мысалы, қоғамдық тәртіпті бұзу, жол жүру ережелерін бұзу, экологияны бұзу, сонымен қатар тыныштықты бұзу. Мысал келтіретін болсақ, түнгі 11-де біреу көлігімен қатты музыкасын дауыс қою арқылы тыныштықты бұзды. Бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі адамдардың тыныштығын бұзу болып саналады. Ал субъективті жағы әкімшілік құқық бұзушылық қандай ниетте жасалды? Абайсызда жасалды ма немесе қасақана түрде жасалды ма? Яғни қасақана түрде түнгі 11-ден кейін автокөлігінде музыканы қатты шығару арқылы адамдардың тыныштығын бұзу қасақана түрде жасалды ма? Сол болып саналады. Ал объективті жағы әкімшілік құқық бұзушылық нешеде, қандай орында, қандай уақытта жасалды? Мысалы, түнгі 11:00-де, 23:00-де автокөлік музыкасын қатты шығарып қойды. Бұл жерде объективті жағы 23:00. Енді бұл жерде оқушылар бір жеке тұлғаны жауапкершілікке тарту үшін міндетті түрде әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы болуы қажет. Яғни субъект, объективті жағы, субъективті жағы міндетті түрде болуы
қажет. Енді қоғамдық тәртіп пен адамгершілікке қол соғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар, оларға біздер ұсақ бұзақылық түрлерін жатқызамыз, кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық түрлерін жатқызамыз. Соның ішінде әкімшілік кодекстің 434 бабында ұсақ бұзақылық түріндегі жазалар көрсетілген. Мысалы, қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлғаларға тиісу, тұрғын үй жайларды қорлау, ортақ пайдаланатын орындарды, яғни саябақ, саяжайларда орындықтарды бүлдіру, бұл жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Бұл жерде 5 айлық дегеніміз бізде өткен сабағымызда өттік, 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшері 4325 теңге деді. 5 айлық бұл жерде 21625 теңге. Яғни сіздер саябақтағы, саяжайлардағы орындықтарды бүлдіретін болсаңыздар, былапыт сөз айтатын болсаңыздар, онда 21625 теңге айыппұл салынады екен. Келесі, тыныштықты бұзу. Жеке тұлғалардың демалысы мен тыныштығына кедергі келтіретін түнгі уақытта, яғни 23:00-ден таңғы 26:00-ге дейінгі тыныштықты бұзу, оның ішінде тұрғын үй жайларда және олардың сыртында шұғыл қажеттілікпен байланысты шу шығаратын жұмыстар жасау, бұл жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Яғни түнгі көп қабатты үйлердің бірінде 23:00-ден кейін қатты дауыс шығарып жөндеу жұмыстарын жүргізетін болса, көршілердің тыныштығын бұзып, сондай іс-әрекеттер жасайтын болса, онда 21625 теңге айыппұл салуға әкеліп соғады. Бұл әкімшілік кодекстің 437 бабында көрсетілген. Енді ойын-сауық орындарында бәс тігу, ставка тігу түріндегі жазалар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Яғни 18-21-ге толмағандар қандай да бір мекемелерді, ойын-сауық орындарында ставка бәс тігетін болса, ақша тігетін болса, сол жерде құқық қорғаушылар оны құрықтап ұстайтын болса, онда 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салады. Яғни ол 865 мың теңге деген сөз. Енді оқушылар, бүгінгі тапсырмамыз топтық жұмыс, жағдаяттық тапсырма. Бірінші топ сіздерге, екінші топ, үшінші топ. Бұл жерде бірінші топқа азаматқа, қоғамдық орында, яғни аялдамада темекі шекті дейді. Бұл әрекет үшін полиция қызметкері оған хаттама толтырды. Сол заңды ма? Бірінші топ сіздер аяқтайсыздар. Екінші топ апта баласында көп қабатты үйдің тұрғыны түнгі сағат 23:00-ден кейін қатты дыбыспен жөндеу жұмыстарын жүргізді дейді. Оған полиция қызметкері хаттама толтырды. Екінші топ. Үшінші топ кәмелетке толмаған жасөспірім түнгі уақытта 23:00-де ойын-сауық орындарында болған анықтап, құқық қорғаушылар қызметкерлері оған айыппұл салды. Бұл заңды ма? Сіздерге дискриптор жағдаят тапсырманы талдайсыздар, әкімшілік жаза мөлшерін анықтайсыздар, одан кейін әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сілтеме бересіздер. Барлығы 3 балл. Полицияның хаттама толтыруы заңды әрекет. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодекс бойынша тыйым салынған орындарда темекі өнімдерін тұтыну болып саналады. Бұл 441 баптың 1-ші бөлімінде көрсетілген әкімшілік жаза мөлшері 15 айлық көлемінде айыппұл салынады. 441 бап Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салу белгіленген орындарда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекі бұйымдарын, қорқорға арналған темекіні, қорқор қоспасын, темекі қыздыруға арналған жүйелерді және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салуды бұзу.
яғни темекі бұйымдарын қоғамдық орындарда немесе аялдамаларда тарту, қолдану бұл 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады екен. Бізде 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшері 4325 теңге. Ал егер де 1 жылдың ішінде қайталап сол іс-әрекеттерді орындайтын болса, онда жаза мөлшері қатаңдатылуы мүмкін. Мысалы, 15 айлық есептік көрсеткіш 20 айлыққа ауысуы мүмкін. Ал бізде 4325 теңге онға көбейтетін болсақ 43 мың теңге. Ал 20 айлық есептік көрсеткіш бұл 86 мың теңге. Сіздерге үш балл. Екінші топ. Дайынсыздар ма екінші топ? Келе ойыңыздар. Қабат деген тұрғыны түнгі сағат 23:00-де үйінде қатты дыбыспен жөндеу жұмыстары жүргізді. Оған полиция қызметкерлері хаттама толтырды. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады. Яғни бірінші қайталатын болса, онда айыппұл төленіп ескертілу керек. Егер екінші рет қайталатын болса, онда айыппұл мөлшері өседі. Дұрыс. Бұл жағдай 437 баппен тыныштықты бұзу арқылы жасалынады. Жеке тұлғалардың қауіпті демалысы мен тыныштығына кедергі келтіретін түнгі уақытта сағат 23-тен таңғы 6-ға дейінгі тыныштықты бұзу, оның ішінде тұрғын үй жағдайларда және олардың сыртында шұғыл қажеттілікпен байланысы жоқ шу шығаратын жұмыстарды жүргізу жеке тұлғаның тыныштығын бұзады. Яғни әкімшілік кодекстің 437 бабында бірінші, екінші тармақтарында нақты көрсетілген. Бірінші тармағында мысалы жұмыс күндері дейді оқушылар, жұмыс күндері тыныштықты бұзу 22:00-ден таңғы 9:00-ге дейін. Ал демалыс күндері, яғни 6-7 күндері түнгі 23:00-ден таңғы 10-ға дейін тыныштықты бұзу болып саналады. Сол уақытта қандай да бір қатты дауыс шығарып көршілердің, қоғамда адамдардың тыныштығын бұзу болып саналады. Оны алғашқы жасағандарға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, яғни 21.625 теңге. Ал соны қайталап жасайтын болса, жаза қатаңдатылады, 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғады. Яғни ол дегеніміз 43.325 теңге айыппұл салынады. Түсінікті болды ма? Оқушылар түсінікті ма? Иә. Жақсы, отыруыңызды сіздерге түшті. Қазақстан заңнамасына сәйкес кәмелетке толмаған, яғни 18 жасқа толмағандардың ата-анасынсыз, яғни заңды өкілдерінсіз еріп жүруінсіз ойын-сауық орталарында мекемелерде жүруге толықтай тыйым салынады, яғни заң бойынша тыйым салынады. Себебі сағат 23:00, яғни 11 бұл заң бойынша толық кәдімгі шектеу қойылған уақыт болғандықтан бұл уақытта жүру тыйым салынады және де полицияның хаттама толтыру бұл заңды нәрсе болып табылады. Дұрыс. Әкімшілік жаза мөлшері заңды өкілдерге және ата-анасына ескерту жасалады. Егер 1 жыл ішінде қайталанса 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ойын-сауық мекемесінің иесіне жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, шағын кәсіпкерлікке 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Және егер бұл бірінші қайталанған болса, онда ресми түрде ескерту жасалады. Ал егер тағы да қайталанған болса, 1 жыл ішінде қайталанған болса, 7 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейтін болады. Дұрыс. Бұл 442 бап бойынша кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінсіз жүруі, бұл кешкі 10-нан таңғы 6-ға дейін жүруі, бұл заңсыз болып табылады. Яғни полицияның хаттама толтыруы заңда. Егер бұл мүлдем қайталанбаған болса, ескерту жасалады. Ал егер қайталанатын болса, заңды өкілдеріне 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Дұрыс. Қорытындылай келе, бұл заңды болып келеді. Айыппұлдың салынуы заңды болып келеді. Егер де бұл ең алғашқы жасалынған жағдай болса, басында ескерту болады. Содан кейін қайталанатын болса, айыппұл салынады. Және ескертетін жайт, бұл түнгі уақытта жүрген кезде адам дәлелді іспен жүру мүмкін, мысалы емге бару мүмкін, немесе оқу деген секілді дәлелді нәрсе болса, бұл ескертіледі. Жақсы, дұрыс бағыттағыз. Жақсы, 3 балл бағыттағыз. Тапсырма, жоқтық жұмыс, яғни әкімшілік құқық бұзушылық құрамын анықтайсыздар. Объект, субъект, объектив жағы, субъектив жағы. Бізде дискриптив 2 балл құқық бұзушылықтан құрамын анықтайсыздар және өз ойларыңызды мысал келтіре отырып баяндайсыздар.
Түсінікті ма оқушылар? Бұзушылықтың кесірінен бұзылатын қоғамдық қатынастар. Жақсы, дұрыс. Қараңыз, субъектісі дегеніміз Қоғамдық орындағы қылмысқа қою, шу шығару, нақты іс-әрекет белгілері, әрекет пен салдар арасында себептік байланыс. жақсы, дұрыс. Ағай, біз айтайықшы. Субъектісін айтайықшы. Ақыл. Азаматтар, мысалы айтайық па? Иә, мысалы. Бізде 18 жастағы азамат, мысалы, факті келе жатады да, сосын бос бөтелкені лақтырады. Бұл жердегі субъектісі ол бізде азамат. Иә, жеке тұлға, яғни ақылайсы дұрыс, 16 жасқа толған. Ал субъектив жағы? Арайым, субъектив жағы? Автоханалық немесе абайсыз формасының қонысқа арнайы. Оқушы әдейсін насып қойып бұл және қатынас. Дұрыс. Оқушылар объектісі жағы? Объектісі, шул айтасың ба? Субъектив жағын айтасың ба? Тұлғаның өз іс-әрекетіне деген ішкі психологиялық көзқарасы, кінә, қасақаналық немесе абайсыздық. Мысалы, жүргізушінің кінәсі бұл, тағдырда көбінесе қасақаналық, асық сонау көте өзі кетуі. Жақсы, дұрыс. Объектісін кім айтады? Объектив жағына. Объект. Мадияр. Бұзушылықтың әрекеттері қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, азаматтардың құқықтары мен бостандықтары. Жақсы, субъектісі? Объектив жағына. Объектив жағы? Азаматтық арнайы бөлінген жерде темекі шегу. Жақсы, дұрыс. Субъекті? Темекі шегуге болған субъект. Яғни ақылысы дұрыс. 16 жасқа толған жеке тұлғада. Оқушылар түсіндік па? Субъект, объект, объектив жағы, субъектив жағын түсіндік па? Барлығымыз субъектісі кім болды? Жеке тұлғалар 16 жасқа толған. Объектісі заңды қорғалатын қоғамдық қатынастар. Объектив жағы дұрыс. Құқықбұзушылықтың жасалған орны, уақыты. Әкімшілік кодексінің реттеледі. Ал бізде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға неше жастан бастап жауапкершілікке тартылатын? 16 жастан бастап. Ал кәмелетке толмағандар үшін жүктеледі. Ата-аналарына қанша мөлшерде айыппұл салынуы мүмкін? Құқық бұзушылық жасаған жағдайда 2 айлық немесе 3 айлық. 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салынуы мүмкін. Ал 1 айлық есептік көрсеткіш неше теңге? 4.325 теңге. Енді оқушылар кері байланыс бере ойыңыздар, мектепте бағдарламасы арқылы кері байланыс бере ойыңыздар. Бұнда сабақ жүріңіздер. 4 мен
орындарыңызбен. Жүктеп. Айгерім 9, Меруерт 6, Әлия 6, Артида 9, Нұрасыл 8 шоғыла 8 бал алды. Үйге тапсырма оқушылар 21-ші тақырып әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы мазмұндап айтып келесіздер келесі сұраққа. Түсінікті ме? Сау болыңыздар.